Армысыз көрермен, Қызылорда телеарнасы тікелей эфирдегі өз жұмысын бастайды. Эфир тізгірінде мен Әсия Нұрлыбаева. Мемлекеттік орган үшін маңызды міндет халықпен кері байланыс орнату. Бұл орайда мемлекет басшысы халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидасын енгізіп, әр салада халық пен билік арасындағы байланыс ашық болуы керек деген тапсырма жүктеді. Ел президентінің пәрменді тапсырмасын негізге алған сала басшылары әр 90 сайын жасаған жұмыстары жайлы халық алдында есеп беруді қолға алды. Бұл қағиданы негізге алған облыстық полиция департаментінің бастығы, полиция генерал-майоры Мақсұтхан Әбләзимов дәл қазір тікелей эфирде алғашқы жарты жылдықта жасаған жұмыстары жайлы есеп береді. Қоғам тыныштығын күзеткен полиция қызметкерлерінің жұмысы, қоғамдағы қылмыс пен құқық бұзушылық аясында сіздерді толғандырған сауалдар болса, 27-90-20 қала коды 72-42 байланыс телефонына хабарласып, сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Сондай-ақ төменде көрсетілген QR кодты сканерлеу арқылы Telegram каналымызға сауалдарыңызды жолдап, телеарнамыздың YouTube желісіндегі парақшасынан дәл осы тікелей көрсетілімді онлайн трансляция арқылы тамашалауға мүмкіндіктеріңіз бар. Хабарласыңыздар, біз сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Студиямызға қош келдіңіз, Мақсұтхан Әбләзимов. Жалпы осы сөз кезегін өзіңізге бергім келіп тұр. Алғашқы жарты жылдықта атқарған жұмыстарыңызды бір саралап өтсеңіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер, қадірлі көрермендер. Ішкі істер органдары ең ірі және көп функционалды болып табылады. Яғни оған көптеген қызметтер міндеттелген. Министрлік пен азаматтардың өмірін, мүлкін қорғау, құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа қарсы іс-қимылдың жаңа түрлерін енгізу бойынша үлкен жұмыстар жүргізілуде. Алайда бәрі полицияға ғана байланысты емес. Талдау көрсеткендей, қылмысқа көптеген факторлар әсер етеді. Жұмыссыздық, қылмыскерлердің басым бөлігі жұмыссыздар. Бұрын сотты болғандардың қоғамға енбеуі, 3-тен бірі бұрын сотталғандар. Алкогольді шамадан тыс ішу, қылмыстардың жартысынан көбі мас күйінде жасалған. Яғни, қылмысқа ықпал ететін себептерді жою үшін жүйелі жұмыс қажет. Осы ретте мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Ішкі істер министрлігінің бастамасымен қоғаммен серіктестікте қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 2024-2028 жылдарға арналған тұжырымдамасы әзірленуде. Ол ағымдағы жылы қабылданады. Бұл маңызды стратегиялық құжат. Тұжырымдаманы әзірлеуге халықаралық ұйымдар, үкіметтік емес сектор, ғылыми қоғамдастық, жұртшылық, тәуелсіздік сарапшылар, сондай-ақ мүдделі мемлекеттік органдар қатысуда. Министрлік пен халық арасында 5000 азаматтың қатысуымен сауалнама жүргізіліп, азаматтарды толғандыратын мәселелер анықталды. Олар отбасылық және тұрмыстық зорлық-зомбылық. Көбіне жәбірленушілердің өтініш беруден бас тартуына байланысты полиция үй тирандарын заңға сәйкес жауапқа тарта алмайды. Сол себепті 1 шілдеден бастап жауапкершілікті ауырлату бойынша заңнамалық өзгерістер енгізілді. Яғни жәбірленушінің өтінішінсіз полиция тиранды жауапкершілікке тарта алатын болды. Тұжырымдама аясында дағдарыс орталықтарының желісі кеңейтіледі. Аталған қылмыстың көбісі мас күйінде жасалатыны ескеріліп, алкоголь өнімдерінің сату орындарын шектеу, оған қарсы жарнаманы енгізу бойынша алдын алу жүйесі құрылады. Бұндай қылмыстардың себептері әлеуметтік тұрақсыздық, алкоголизм, нашақорлық, азарттық ойындарға құмарлық болып табылады. Есірткі қылмысы. Есірткінің жаңа түрлері тез пайда болуда. Оларды байланысты сату әдістері кеңеюде. Синтетиканы тұтынушылар саны артып келеді. Тіпті мектеп оқушыларда қолдануда. Сол себепті бұл өзекті проблемамен күресуде барлық өкілетті органдардың қатысуы қажет. Мүлікке қарсы қылмыстар. Азаматтардың мүлкіне ең үлкен зиян интернет алаяқпен байланысты. Биылғы жылы 100-ден аса интернет алаяқтық жасалды. Қылмыстың орнын алуы технологиялар мен онлайн қызметтердің дамуымен тікелей байланысты. Киберқылмысқа қарсы тұжырымдама шеңберінде бірыңғай үйлестіру құрылымын құру, банктер мен мәліметтер базасын біріктіру,
ұялы байланыс операторлары мен банктерге жауапкершілікті енгізу ұсынылады. Жол қауіпсіздігі. Бүгінгі таңда жол жүрісі қағидаларын бұзатын жүргізушілер пайда болды. Жүргізушілерді тәртіпке келтіру үшін қазір қорғау жүйесі, мобильдік жылдамдық өлшегіштері бар автомобильдер қолданысқа енгізілді. Тұжырымдамада осындай цифрлық шешімдердің дамуы бекітілген. Жол инфрақұрылымының сапасын жақсарту көзделген. Қазір Ішкі істер министрлігі жүйесінде мазмұнды және сапалы өзгерістер бойынша жұмыстар жүргізілуде. Тұжырымдама полиция жұмысын өзгертуді көздейді. Негізгі бағыттары: халықтың сенімін арттыру, бағалау критерийлерін өзгерту, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алып тастау, қызметкерлердің әлеуметтік қорғалуын арттыру, полиция жұмысының сервистік моделін енгізу. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидаты негізінде модульдік бекеттер, учаскелік пункттер, сервистік орталықтар заманауи талапқа сәйкестендіріледі. Онда заң консультацияларынан бастап қылмыстық істерді тергеу барысына дейінгі азаматтардың өзекті мәселелері жедел шешілетін болады. Құрметті жерлестер, алдымен департаменттің жұмыс қорытындысын бойынша баяндама жасаймын. Содан кейін мен сіздерді толғандыратын барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Қылмысқа қарсы күрес, құқық тәртібін және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ісінде оң көрсеткіштерге қол жеткіздік. Атап айтқанда, облыс көлемінде тіркелген қылмыстар саны 16%-ға, оның ішінде аса ауыр қылмыстар: адам өлтіру, ұрлық, пәтер ұрлығы, мал ұрлығы, бұзақылық, қарақшылық, алаяқтық, оның ішінде интернет алаяқтықтың саны төмендеді. Кәмелетке толмағандармен қарумен жасалған қылмыстар азайды. Ауыр және аса ауыр қылмыстардың ашылу пайызы жақсарды. Адам өлтіру, зорлау, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, қарақшылық, бұзақылық қылмыстарының ашылуы 100%-ды құрады. 10 мың халыққа шаққанда қылмыс деңгейі республикада 71 бірлікті құраса, облыста бұл көрсеткіш 36-ны құрап, ең қауіпсіз аймақтың біріміз. Атқарылған жұмыс нәтижесінде қылмыстылық деңгейінің оң динамикасы байқалады. Мысалға, соңғы 5 жылда қылмыстар саны 60%-ға азайған. Полиция қызметі көп салалы болғандықтан өзекті бағыттарға тоқталамын. Назарларыңызды қылмыстың жалпы құрылымына аударғым келеді. Жалпы қылмыстардың басым бөлігін ұрлық қылмысы құрайды. 2021 жылдан бастап елімізде мүлікті қорғау бойынша министрліктің бағдарламасы жүзеге асырылуда. Нәтижесінде соңғы 3 жылда ұрлық 28%-ға, ал биыл 25%-ға төмендеді. Ауылдық жерлерде мал ұрлығымен күрес мәселесі әлі де өзекті. Сол себепті қылмыстық кодекске мал ұрлау деген жеке бап енгізіліп, соңғы 3 жылда 59%-ға азайды. Қабылданған шаралар нәтижесінде осы жылы мал ұрлықтарының саны 55%-ға төмендеді. Жалпы 35 мал ұрлығы тіркеліп, 30 немесе 86% ашылып, келтірілген 33 миллион 146 мың теңге шығынның 24 миллион 573 мың теңгесі немесе 74% өндірілді. Ветеринария қызметімен бірлесіп, тиісті құжатсыз мал тасымалдаған 54 жүргізушіге шара көрілді. 90 сайын мал ұрлығы жедел профилактикалық іс шарасын өткізудемін. Қорытындысы бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануда. Биыл мал ұрлығымен айналысқан 4 қылмыстық топ ұсталып, 22 эпизодты ұрлық дерегі ашылды. Атап айтқанда, мал ұрлығын кәсіп еткен Шиелі ауданында Дәулетбаевтың тобы, Алтынбековтың тобы, Сырдарияда Жанашаевтың, Бигелді Алпамыстың тобы құрықталды. Қылмысты кәсіп қылған ұрылар тапқан табысын отбасына жаратқан. Ал осындай табыс береке әкеледі ме? Қазіргі уақытта пайдалана отырып,
қылмыс жолында жүргендерге бірінші, екінші қылмыстық әрекетіңіз анықталмағанымен жасалған ұрлық міндетті түрде әшкере болады. Сол уақытта барлық қылмыстарыңыз ашылады. Ұрлық түбі қорлыққа жеткізетіні анық. Сондықтан осындай жаман қасиеттен аулақ болайық. Бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі пәтер ұрлығы. Пәтер ұрлығының алдын алу мақсатында пәтер жедел алдын алу іс шарасын өткіздік. Нәтижесінде 7 пәтер ұрлығы ашылды. Пәтер ұрлығының көпшілігі бейне камералармен, дабылдармен жабдықталмаған үйлерде орын алып отыр. Бүгінгі эфирді пайдалана отырып, облыс тұрғындарына пәтер үй ұрлықтарының алдын алу мақсатында келесідей шараларды қолдануға шақырамын. Пәтеріңізді ұзақ уақытқа қараусыз қалдырмауға. Пәтеріңіз бірінші, екінші қабаттарда орналасса, терезелеріңізді міндетті түрде темір тормен жабдықтаңыз. Есіңізге сенімді механизмі бар құлып қондырыңыз. Бейнебақылау жүйесімен дабыл құрылғыларын орнатыңыз. Бөтен адамдарды домофонмен дәлізге кіргізбеңіз. Егер сіз ұрлық сәтінің куәгері болсаңыз, дереу тез арада 102 арнасына телефон шалуды сұраймыз. Құрметті көрермен, қазіргі таңда белең алған қылмыстардың бірі интернет алаяқтық. Бұл қылмыстардан халыққа елеулі қаржылай шығындар келуде. Мұндай қылмыстар күнделікті орын алуда. Интернет мүмкіндігін пайдаланған алаяқтардың әдіс тәсілдері күн сайын өзгеріп, жаңарып отырады. Ең жиі кездесетін интернет алаяқтың түрі интернет арқылы сауда жасау, қызмет көрсету, сондай-ақ өздерін банк қызметкері ретінде таныстырып, жеке деректерді иемдену арқылы бөтен біреудің атынан онлайн несие рәсімдеу. Интернет алаяқтың 108 дерегі тіркеліп, 4-еуі ашылды. Бұл әрине төмен көрсеткіш. Дегенмен, көп эпизодта алаяқтық жасаған қылмыскерлер анықталып, қылмыстық істер сотқа жолданды. Айтып өтейік, Абибуллаева, Мақатаев, Қожантай, Пак, Қадырбай, Избасаров пен Омаровтар. Интернет алаяқты ашудың өз қиыншылықтары да бар. Алаяқтықтар абоненттік нөмірлерді ауыстыру қызметтерін пайдаланады. Ұрланған ақша халықаралық аударым қызметтері арқылы алынады. Бұл ретте бас ұйымдастырушылар шетелде және онлайн режимде процесті басқарады. Сондықтан дер кезінде ашу қиындықтар туғызады. Ізін суытпай ашу көрсеткіші төмен. Мүмкіндікті пайдалана отырып, азаматтарға қауіпсіздік шараларын сақтау қажеттілігі туралы айтқым келеді. Күдікті қоңырау мен хабарламалар алғанда бірден банкке хабарласыңыз. Ешқандай жағдайда банктердің немесе құқық қорғау органдары қызметкерлерімін деп ұсынған алаяқтың нұсқауларын орындамаңыз. Жеке деректеріңізді хабарламаңыз. Күмәнді сілтемеге өтпеңіз. Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желіде көрсетілген қауіпсіздік шараларын назардан тыс қалдырмай, алаяқтардың арбауынан сақ болайық. Барлық жағдайда абай болыңыздар. Құрметті облыс тұрғындары, нашақорлық бұл болашаққа балта шабатын індет. Есірткісіз қоғам құру Қазақстанның әрбір азаматының алдындағы міндет. Есірткінің, оның ішінде синтетикалық есірткінің таралуы болашақ ұрпақтың әл ауқатына қауіп төндіретіні айқын. Сондықтан мұны тек қылмыстық қудалау тәсілімен шешу мүмкін емес болғандықтан, барлық өкілетті органдармен бірлесіп алдын алу жұмыстары қабылдануда. Мемлекет басшысының соңғы жолдауы аясында республикамызда нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күрестің 2023-2025 жылдарға арналған кешенді бағдарламасы қабылдануда. Атап айтқанда, есірткіге қарсы уәкілетті орган ретінде Ішкі істер министрлігінің үйлестіру құзыретін күшейту, медициналық есепке алуды жетілдіру шараларын қабылдау. Өкінішке орай, синтетикалық есірткіні тұтыну жаңа тенденциясы тап болды. Синтетикалық есірткі бұл психологиялық және физикалық тәуелділікті тудыратын
жасанды жолмен алынған психоактивті заттар. Негізгі себептерінің бірі арзандығы, заттарының қол жетімділігі мен қолдану әдістерінің қарапайымдылығы, интернетте сатып алу мүмкіндігі. Сондықтан балалар мен жасөспірімдер ең осал орта болып табылады. Ата-аналар, педагогтар және жұртшылықты алдын алу бойынша бірлесіп жұмыс жүргізуге шақырамыз. Балалар арасында салауатты өмір салтына деген ұмтылысты дамыту қажет. Балалардың қосымша қаражатқа мұқтаждығына аса назар аударуларыңызды сұраймыз. Мұндай химиялық қоспалар ұлтымыздың енді қорына үлкен зиянын тигізеді. Сол себепті интернеттегі оның жарнамасы мен саудасына қоғам болып бірлесе қарсы тұру маңызды болып отыр. Қазіргі уақытта ішкі істер органдары ақпараттық жаңа технологияларды қолдануға кірісті. Кибернадзор аппараттық жүйесінің көмегімен есірткі жарнамасы мен өткізу деректері анықталған 60 интернет парақшалары мен сайттар жұмысы тоқтатылды. Қазіргі уақытта 1 маусым 30 қазан аралығында есірткінің заңсыз айналымымен күрес бағытында Қылмыстық кодекстерге өзгерістер енгізілді. Есепті мерзімде жанұя жанжалын шығарған 353 тұлғаға әкімшілік кодекстің 73 бабымен шара көріліп, 357 құқық бұзушының мінез құлқына ерекше талаптар орнатылды. Яғни алкоголь өнімін қолдануға, қару алып жүруге не сақтауға тыйым салынды. Отбасы тиранынан жәбірленушінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 1345 қорғау нұсқама шығарылды. Отбасындағы зорлық, зомбылықтан зәбір көретіндердің басым бөлігі әйелдер мен балалар. Осы ретте әйелдер мен балалардың отбасылық зорлық, зомбылық көруіне қарсы бағытталған мүдделі органдармен бірлесе біршама шаралар қабылданды. Құрметті қауым, қазіргі таңда жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу басты міндеттерінің бірі. 4402 құқық бұзушы ішкі істер органдарына жеткізілсе, оның ішінде 218 кәмелетке толмағандар бейімдеу орталығына жатқызды. 23 жасөспірім қылмыс жасағандары үшін ұсталды. Сондай-ақ түнгі уақытта заңды өкілінсіз тұрғын жайдан тыс жерде жүрген 3094 кәмелетке толмағандардың заңды өкілдері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тиісті рейдтік шаралар жүргізіліп, түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болуына жол берген 86 кәсіпкер темекі бұйымдарын сату дерегі бойынша 5 тұлғаға жасөспірімге алкоголь өнімін сатқаны үшін 8 сатушы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Отбасылық қарым-қатынас үйлесімдігінің бұзылуы, ата-ана мен бала арасындағы түсініспеушілік, бақылаудың жоқтығы көп жағдайда жасөспірімдердің қылмыс жасауына әкелуде. Оның ішінде басты проблема маргиналды жастар болып отыр. Қазіргі уақытта маргиналды жастар арасында құрылған бейресми 61 топтармен жұмыстар жүргізілуде. Әрине, осындай топ мүшелері полиция есебіне алынатыны анық. Бұл баланың болашағына, келешекте жұмысқа тұруына кері әсерін тигізеді. Осы ретте қоғам болып, ата-ана, ұстаздармен бірлесіп, жас ұрпақ тәрбиесіне немқұрайлық танытпауымыз қажет. Ел болам десең, бесігіңді түзе деген нақыл сөз бар. Сондықтан тек бірлесіп қана еліміздің болашағының қауіпсіздігін қамтамасыз ете аламыз. Сонымен қатар, суға шомылу маусымы басталғанын ескеріп, кішкентай жеткіншектерімізді суға батудан қорғау шараларын ұмытпағанымыз жөн. Алкогольдік ішімдік әлеуметтік жағымсыз қылықтардың бірі. Маскүнемдік пен қылмыс бір-бірімен тығыз байланысты. Алкогольді шамадан тыс тұтыну бүгінгі жасалған қылмыстардың басым бөлігі. Аталған қылмыс түріне қарсы кешенді жұмыстар атқарудамыз. Есепті мерзімде 27 маскүнем сот арқылы еріксіз емдеу мекемесіне жатқызылды.
сізді осы қоғамның өзегіне түскен дертпен бірлесе күресуге шақырамыз. Сонымен қатар, көңіл көтеру орындарында құқық бұзушылықтар жүйелі түрде орын алуда. Талдау көрсеткендей, қала төңірегінде қылмыс жиі орын алатын кафелер Шейх, Элегия, Вест, Золотая рыбка кафелері. Аталған кафелерден 102 арнасына 90 хабарлама түсіп, оның 52-сі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Аяқ астынан шығатын жанжалдың соңы адамның өз өмірі мен денсаулығына қауіп төнуіне алып келуі мүмкін. Түнгі демалыс орындарында жиі құқық бұзушылықтар орын алатын болғандықтан кафелердің атауын біліп жүргендеріңіз дұрыс деп санаймыз. Осыған орай түнгі мезгілде демалыс және мейрам күндері полиция наряды қызметтің күшейтілген түріне көшуде. Әрине, полиция нарядының күші барлық кафе-барлардың жабуға жетпегенімен жиі құқық бұзушылық анықталатын кафе-барлар бақылауда. Облыста табиғатты қорғау заңнамасын бұзушылар да орын алуда. Браконьерлерге қарсы тоқтаусыз күрес жүргізудеміз. Атқарылған шаралар нәтижесінде барлығы 25 қылмыс, 419 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді. Осындай заңсыз әрекеттерден табиғатымыздағы көптеген сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктерге зиян келуде. Сіздерге аң, балық аулау және ағаштар мен бұталарды кесу талаптарын бұзу әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескертеміз. Құрметті облыс тұрғындары, бүгінде өзекті мәселенің бірі жол көлік оқиғалары. Облыс әкімдігінің қолдауымен жол көлік оқиғаларының алдын алу, жүргізушілердің автокөлік жүргізу мәдениетін қалыптастыру бағытында 10 екин патруль және 21-21 ВИЭВУ мобильді кешендері қолданысқа енгізіліп, аппараттық кешендер Мегакам қорғау мобильді бағдарламасына қосылып, штаттық режимде жұмыс жасауда. 2023 жылға жол инфрақұрылымын дамытуға 34 миллиард теңге бөлініп, ұзындығы 552 километр құрайтын автомобиль жолдары, көшелер мен көпір өткелдерін жөндеуден өткізу жоспарлануда. Дегенмен, жол инфрақұрылымы жақсартылып, мобильді кешендер енгізілгенімен, жүргізушілермен жол ережесін бұзу тоқтамауда. Мысалы, облыста жол жүру ережесін бұзудың 1337 мыңнан аса дерегі анықталса, оның 63 мыңнан аса дерегі жол апатына тікелей әсер ететін өрескел құқық бұзушылықтар. Одан бөлек, облыс орталығында қоғамдық көліктің жаяу жүргінші қағудың 2 дерегі орын алып, олардың қайтыс болуына әкелген. Автобус паркі жұмысшыларымен кешенді профилактикалық жұмыстар атқарылуда. Жолда жүру ережесін сақтамау қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін. Осы ретте өзгерісті тәртіпті өзімізден бастауымыз керек. Жол көлік оқиғаларының алдын алуда департамент пен жол қозғалысына бақылау күшейтіліп, тұрақты түрде профилактикалық шаралар жүргізілуде. Сонымен қатар, мемлекет басшысының 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін республика аймағында әкелінген шетелдік автокөліктерді тіркеу міндеттелген. Бүгінгі күнде 14.282 өтініш қабылданып, 12.980 көлік құралдары заңдастырылды. Ағымдағы жылдың 22 мамырынан бастап конструктор ретінде алынып келінген автокөліктерді тіркеуге өтініштер қабылдануда. Сондай-ақ 18 шілдеден бастап Евразиялық экономикалық одақ мемлекеттерде шектеуде тұрған немесе есептен шығарылмаған көліктерді 5 жылға уақытша тіркеу жұмыстары басталды. Айтылғандардың негізінде, егер сіздің шетелдік көлігіңіз болса, тұрақты тіркеуге қоюға шақырамыз. Құрметті көрермен, мемлекет басшысының негізгі бағыттағы тапсырмаларына тоқталып өтемін. Азаматтардың конституциялық құқықтарын сақтау
полиция қызметінің халыққа ашық болуын қамтамасыз ету мақсатында полиция бөліністерінде жаппай бейнебақылау 100% іске қосылды. Электрондық қылмыс жүйесі аясында жеке құрам 100% қамтылып, қазіргі уақытта қылмыстық істер электрондық форматта тергелуде. Бұл жүйе азаматтарға тергеп тексеру барысын қадағалауға мүмкіндік береді. Кілеммен жабу жобасы аясында облыс көлеміндегі 28659 дана бейнебақылау камераларының 9686, яғни 33,8% жедел басқару орталығы мен кезекші бөлімдеріне қосылған. Қоғамдық орындарда, мектептерде, сауда, ойын-сауық орталықтарында шұғыл шақыру жүйелері 15 дана дабыл батырмасы орнатылды. Олардан түскен сигнал дереу жедел басқару орталығына немесе полицияның жақын маңдағы кезекші бөліміне түседі. Мемлекет пен қоғам арасында ашық қарым қатынас моделі құрылды. Азаматтар арасындағы проблемалық мәселелерді анықтап, оларды жою жолдарын қарастыру мақсатында халықпен жиі кездесулер ұйымдастырылды. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидаты негізінде ағымдағы жылы облыс әкімінің бастауымен аудан тұрғындарына жеке қабылдау өткізілді. Негізгі мақсат халықтың сенімін арттыру, бюрократиядан арылу, адамның сұранысына бағытталған жұмыс моделіне көшу. Біздің басты міндетіміз 21 ғасырдың жаңа, ашық, кәсіби және құзыретті қазақстандық полициясын құру. Сонымен қатар, полиция қызметкерлерінің қылмыспен күресу жолында ғана емес, қоғамдық жұмыстарға белсене араласуда назарымызда. Біздің қатарда облыстың, еліміздің мәртебесін әлем спорт ареналарында көтеріп жүрген чемпиондарымыз бар екендігін жеткізгім келеді. Күні кеше Астана қаласында белбеу күрестен 10 мемлекеттің қатысуымен өткізілген әлем чемпионатына департаменттің жылдам қимылдайтын арнайы жасағының инспекторы Оразбай Арайлым Бақытқызы бірінші орынды иеленіп, әлем чемпионы атанды. Сонымен қатар, жасаған еңбектерін өз міндетіміз деп жүрген қызметкерлер де табылады. Мысалы, Жалағаш кентінен 3 шақырым қашықтықта орналасқан Северный каналына абайсыздан құлап, суға батып жатқан азаматты Бекбаев Данияр, полицей Абдраманов дер кезінде судан шығарып, адам өмірін құтқарып қалды. Бүгінгі күні қарапайымдылығымен ерліктері жария болмай жүрген полицейлер де аз емес. Арамызда осындай мысалдар өте көп. Құрметті облыс тұрғындары, полиция қызметінің жұмысы ауқымды екені өздеріңізге белгілі. Эфир барысында барлық атқарылып жатқан шараларды айту мүмкін емес. Сол себепті тек негізгі бағыттар бойынша баяндап өттім. Полиция қызметінің негізгі жұмыс критерийі ол сіздердің бізге деген сенімдеріңіз. Қауіпсіз қоғам құру үшін аянбай қызмет атқаратын боламыз. Қорытындылай келе, бүгінгі эфирге уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Келесі кезекте сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Эфир барысында қойып үлгермеген сұрақтарыңыз болып жатса, маған жеке қабылдауыма жазуларыңызға болады. Қабылдауға жазылған азаматтарының бірде-бір мәселелері назардан тыс қалмайды. Айта кетейін, халыққа ыңғайлы болу үшін менің орынбасарларым мен басқарма бастықтары да азаматтарды қабылдауды күнделікті жүргізуде. Сұрақтарыңыз болып жатса, қоюларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.
Жалпы қылмыс санының өңірімізде азайып келе жатқанына өте қуаныштымыз. Бұл сіз басқарып отырған ведомствоның жалпы нәтижелі жұмысының еңбегі деп білеміз. Ендеше қадірменді көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Полиция қызметіне қатысты, құқық бұзушылықтарға қатысты сіздерді толғандырған сауалдар немесе өздеріңіздің ұсыныстарыңыз, тілектеріңіз болса 27-90-20 қала коды 7242 байланыс нөміріне хабарласып жолдай аласыздар. Сондай-ақ телеарнамыздың ресми сайты www.қызылорда.tv.kz ресми сайтынан онлайн тамашалауға болады. Телеграм каналына сауалдарыңызды жолдаңыздар. Сондай-ақ YouTube желісіндегі телеарнамыздың парақшасынан да онлайн тамашалап, сауалдарыңызды комментарийге қалдырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде осы эфир барысында сала басшысына сауалдарыңызды жолдайтын боламыз. Енді жалпы осы құқық қорғау саласының алғашқы жартыжылдықты қорытындылау есебін тыңдадық, Мақсұтхан Нұғманұлы. Енді саланың ауқымы кең, жауапкершілік жүгі ауыр, оны айтпаса да белгілі. Жалпы нақты кезеңде осы облыстық полиция департаментінде қанша қызметкер жұмыс жасайды? Осыған тоқталыңызшы. Қазіргі уақытта департаменттің штат саны 2068 бірлікті құрап отыр. Яғни 2000-нан аса тәртіп сақшысы облыста қоғамдық қауіпсіздікті, азаматтардың тыныштығын қамтамасыз етуде қызмет жасап жатыр. Түсінікті. Енді аймақтағы криминогендік ахуалға тоқталсаңыз, жалпы бүгінгі күні даму қарқыны қалай? Облыстағы қоғамдық ахуал тұрақты. Мен өзім баяндамамда айтып өткендей, 10 мың халыққа шаққанда қылмыс деңгейі республикада бойынша 71 бірлікті құрап жатса, біздің облыста бұл көрсеткіш 36-ны құрап, еліміздегі ең қауіпсіз аймақтардың бірі болып табыламыз. Қадірлі көрермен, өздеріңізге хабарлағанымыздай, біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Телеграм каналымыз алдын ала ашылған болатын. Енді көрермендер осы төменде көрсетілген QR кодты сканерлеу арқылы телеграм каналымызға сауалдарын жолдап жатыр. Әлі де сауалдар келіп жатыр. Дегенмен де әлі де уақытымыз бар, хабарласып үлгеріңіздер, біз сауалдарды жолдайтын боламыз. Егер Мақсұтхан Нұғманұлы рұқсат етсеңіз, телеграм каналға келіп түскен сауалдардың бірнешеуін мен сізге оқып берсем. Қала тұрғыны Сәрсенбаев Алмастан келіп түскен сауал: менің сырттай танысым кезексіз үй алып беремін деп менен 500 мың теңге ақша алдап алған болатын. Мен ГОВД-ға барып арызданған кезімде алаяққа қатысты қозғалған қылмыстық іс амнистиямен қысқарып кетті. Мен енді сол ақшамды қалай өндіре алам? Анықтаушы ақшамды өндіріп берген жоқ. Осы сауалға не дейсіз? Енді тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай рақымшылық заң қабылданған болатын. Сол заңға сәйкес қылмыстық іс онша ауыр емес санатта болғандықтан тоқтатылған. Ендігі кезекте сіз қылмыстық істің тоқтатылған қаулысының көшірмесін алып, келтірген шығынды өндіру мақсатында азаматтық тәртіпте сотқа жүгінуіңіз қажет. Сондай-ақ келесі сауал қала тұрғыны Алишеров Дәулетханнан. Жүргізу куәлігінен айырылған жүргізуші мас күйінде қайта автокөлікті басқарса, қандай жауапкершілікке тартылады дейді? Біріншіден, автокөлік жүргізу құқығынан өмір бойы айырылады. Және 5000 айлық есептік көрсеткіште дейін мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 1200 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не болмаса 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не болмаса сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Жалпы көрермендерден әлі де сауалдар келіп түсуде. Қала тұрғыны Байниязов Әуез есімді азамат мынадай сауал жолдаған екен. Қала орталығы және үлкен тас жолдарда патрульдік полиция қызметкерлері басқарып жүрген қызметтік автокөліктердің қызыл көк түсті маягын неге жағып жүріп қызмет атқармайды дейді. Сауалға жауабыңызды берсеңіз. Енді нормативтік құқықтық актілермен патрульдік полиция қызметтік автокөліктермен патрульдеу кезінде көк және қызыл түсті жарқылдауық маякты міндетті түрде пайдалану реттелмеген. Сонымен қатар қазіргі таңда халықтың көптеген сұранысы бойынша қала орталығында және үлкен
тас жолдарында қызмет атқарған патрульдік полиция автокөлік құралдары жарқылдауық маяктарын қосып қызмет атқаруда. Енді телеграм каналына келіп түскен тағы бір екі сауалды оқып беруге рұқсат етіңіз. Төлебаева Әсел есімді азаматшадан, қала тұрғынынан келіп түскен сауал. Менің жасөспірім баламды түнгі уақытта достарымен келе жатқанда сағат 23:20 шамасында полиция қызметкерлері ұстап алса, маған шара көруге міндетті ме? Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442 бабының 2 бөлігіне сай заңның талаптарына мойынсынбай түнгі уақытта сағат 23:00-ден таңғы 6-ға дейін кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүрусіз тұрғын жайдан тыс жерде болу фактісі негізінде жасөспірімнің ата-аналары әкімшілік жауапкершілікке тартылуы көзделген. Енді соңғы сауалды оқып кетейін. Еділбай Еркебұлан есімді азаматтан келіп түскен сауал. Мысалы, автокөлік басқарып келе жатып, жол жиегінде келе жатқан жаяу жүргіншіге байқаусызда тиіп кетсем, содан мен сол жерде тоқтап, жаяу жүргіншінің жағдайын біліп, жедел жәрдем көмегін ұсынсам, жағдайы жақсы екенін және ешқандай көмектің қажет етпейтіндігін, маған қояр шағымының жоқ екендігін айтып кете беруімді сұрайды. Содан мен оқиға болған жерден өз шаруаммен кетіп қалам. Осындай жағдай орын алған кезде полиция қызметкерлері мені жауапкершілікке тартпас үшін не істеуім керек дейді бұл азамат. Қандай шара көріледі енді бұл азамат? Не істеуіне болады? Сұрағыңыз түсінікті. Ондай оқиға орын алған жағдайда сіз бірінші кезекте бізге, біздің кезекші бөлімі 102 арнасына полиция қоңырау шалып, болған оқиғаны хабарлауға міндеттісіз. Себебі Қазақстан Республикасының жол жүрісі қағидаларында жүргізушінің жалпы міндетінде жүргізуші жол көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалмауға, айғақ заттарды қозғамауға және жәбірленушіге қажет болған жағдайда медициналық көмек көрсетуге, сонымен қатар полиция қызметкерінің келуін күтуге міндеттелген. Жүргізушінің жол жүрісі қағидаларын бұзып, өзі қатысушы болып табылған жол көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалған үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 611 бабының 2 бөлігімен шара көріледі. 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салуға не 1 жыл мерзімге көлік құралдарын басқару құқығынан айырылуға алып келеді. Рахмет. Қадірлі көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейік. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Төменде көрсетілген QR кодты сканерлеу арқылы Telegram каналына сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Сондай-ақ біздің 27-90-20 қала коды 7242 байланыс телефонына хабарласып, өздеріңізді толғандырған сауалдарды дәл қазір тікелей эфирде жолдасаңыздар болады. Telegram каналына әлі де көптеп сұрақтар келуде. Эфир аяқталам дегенше міндетті түрде кезек-кезегімен жауап беруге тырысамыз. Қазір енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, дәл қазір режиссер құлағыма хабарлап жатыр. Қала тұрғыны сұрақ қоюын күтіп тұр екен. Тыңдап көрейік ендеше сауалын. Қайырлы күн, көрермен. Сіз тікелей эфирдесіз. Үйдің мазасын алып, жанжал шығарғандарға заң күшейтілгендігін естіп жатырмыз. Осыны түсіндіріп жіберсеңіздер. Телеграм каналына әлі де көптеп сұрақтар келуде. Сауал түсінікті ғой? Үйдің жанжал шығарған жағдайда. Енді сұрағыңызға рахмет. Бұл енді отбасындағы зорлық зомбылау жасағы дерегі бойынша жауапкершілік күшейтіліп, осы биыл 2020 жылдың 1 шілдесінде заңды күшіне енді. Жаңадан енгізілген өзгерістер бойынша отбасы жанжалы кезінде полиция қызметкері жәбірленушілердің өтінішінсіз әкімшілік іс қозғауға мүмкіндігі бар. Әкімшілік іс қозғауға полицияның құқық бұзушылықты тікелей анықтауы, басқа органдардан келіп түскен материалдар, жеке және заңды тұлғалардың хабарламалары, ақпарат құралдарындағы хабарламалар жеткілікті болады. Сонымен қатар жәбірленушілермен құқық бұзушы сотта бір рет қана татуласуы мүмкін.
қазір осы сала бойынша 1 шілдеден бастап осы жүйеге көштік. Енді отбасына мына семья арасында жанжал болудың көптеген себептері, мысалы ішімдік ішу, сосын кейін болмайтын бір неге тұрмайтын жаңағы нелерге бір-бірімен айтысып, керісіп, соның арты осындай дауға келіп жатады. Отбасы, семья деген енді ол қоғамда жиі орын алатын құбылыс дейсіз бе? жиі орын алатын құбылыс осы жаңағы зорлық зомбылық, бір-біріне құрмет көрсетіп, бір-бірін сыйлап, бір-бірін түсіністікпен қарап, осындай неге жол бермеуге осы мүмкіндікті пайдалана мен өзіміздің мынау тұрғындарымызды шақырамын. Рахмет. Рахмет. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Сауалын тыңдап көрсек. Көрермен, сіз желідесіз. Есімім Досжан Тәкіпбек болады. Электросамокат басқару үшін тиісті санатта жүргізу куәлігі қажет пе? Сауал түсінікті ғой, мына электросамокат мәселесі бойынша биылдан бастап енді Иә, жаңа заң күшіне енді ғой. Сұрағыңыз түсінікті. Мына мемлекет басшысының 2023 жылғы 29 маусымдағы жол жүріс туралы заңға енгізілген өзгертулер мен толықтыруға сәйкес кез келген санаттағы көлік құралын басқару құқығына арналған жүргізу куәлігі жарайды. Яғни жүргізу куәлігіңіз болса, сіз самокатты жүргізуге құқығыңыз бар. Біздің тікелей желімізге көрермендер бірінен соң бірі қоңырау хабарласып жатыр екен. Олай болса, тағы бір көрерменіміз бізбен байланысқа шыққалы дайын тұр. Ендеше тыңдап көрейік сауалын. Саламатсыз ба? Мақсұтхан Нұғманұлы, бұл сізге хабарласып тұрған Қорқыт Ата университетінің құқықтану кафедрасы меңгерушісі Алтаев Ерлан Амангелдіұлы болған. Біздің жоғарғы оқу орны 85 жылдан астам тарихы бар жоғарғы оқу орны Қорқыт Ата университеті. Осы полиция департаменті өте тығыз байланыста жұмыс жасайды. Біздің университетімізде сіздердің әріптестеріңіз, полковниктеріңіз Өтегенов Әміржан Сермаханович, Маншариф Айдарбек мырза деген секілді азаматтар қызмет атқарады. Ол кісілер мына дуалды білім беру жүйесін іске асыру мақсатында жұмыс жасайды. Одан бөлек сіздерде оқу жаттығу полигоны бар. Сол оқу жаттығу полигонында біздің шәкірттеріміз, яғни студенттеріміз дәріс алып, сол теориялық білімдер практикасында шыңдауда. Сізге хабарласып тұрған мақсатым мына одан әрі осы ынтымақтастықты дамыту мақсатында іс-шаралар кешенін әзірледік. Біз Қорқыт Ата университетінің құқықтану кафедрасының ұжымы. Соны сізбен келісіп, мынау мысалы бір-екі ұсыныстарым бар. Сол оқу жаттығу полигонында сабақтарды жүйелі түрде өткізу деген сияқты криминалистика ғылымының жетістіктерін туралы жайда ақпараттар қазір жылда жаңартылып отыр. Соны ақпарат алмасу мақсатында, сосын ғылыми зерттеу жұмыстарды бағытында арнайы топ жасақтап, осы екі жақты, яғни полиция департаменті, біздің кафедраның ұжымы бірге ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп, мысалы қазіргі таңда үш буынды модельді іске асыру жөнінде жұмыстар жүріп жатыр ғой республикалық өрігінде. Соның жердегі проблемаларын жан-жақты талқыласақ деймін. Рахмет көрермен сауалыңызға. Мақсұтхан Нұғманұлы, сауал түсінікті болса, өзіңізден жауап күтеміз. Сіздің мынау ынтымақтастықты одан ары дамыту туралы ұсыныңыз өте орынды. Сізге үлкен рахмет. Енді бұл бағыттағы жұмысты одан әрі дамытып, бірлесіп тұрақты түрде жұмыс атқаратын боламыз. Ол туралы тиісті мынау кадр саясаты басқармасы басшыларына тиісті тапсырма берілетін болады. Сізбен мына байланысқа шығатын боламыз. Сізге үлкен рахмет. Мынау осындай бірлесіп жұмыс атқарып жатырғандарыңызға және де өстіп хабарласып, осындай сұрақты қойып, ары қарай осы ынтымақтастықты дамыту туралы ұсыныс беріп жатқаныңызға көп рахмет. Оны ары қарай жалғастыратын боламыз.
Рахмет, Мақсұтхан Нұғманұлы. Бізді тамашалап отырған көрермендеріміз бүгін өте белсенді екен. Бізге тағы бір көрерменнен сауал түсіп тұр. Сәлеметсіз бе? Көрермен, сіз желідесіз. Сауалыңызды жолдаңыз. Қала тұрғынымын. Менің қызым биыл Қорқыт Ата университетін бітіріп отыр. Қызыл дипломы бар. Сол қандай кеңес бересіз? Оның арманы форма киіп халыққа қызмет көрсеткісі келеді. Сол жөнінде маған айтсаңыз. Конкурс жарияланғанға дейін ішкі істер органдарының қызметке алғаш рет түсетін азаматтар мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органда жеке қасиеттерін бағалауды қоса алғанда Қазақстан Республикасы заңнамасын білуге тестілерден өтуі тиіс және тиісті сертификат алуы керек. Осыдан кейін департаментпен конкурс жарияланады. Жарияланы сол кезде жұмысқа орналасу үшін департаменттің кадр саясаты басқармасына келіп, тиісті құжаттар жинақтау қажет. Жете білу үшін кадр саясаты басқармасына жолығыңыз, барлығын түсіндіретін болады. Бізге қызметкерлер бұл күнде өте қажет. Қазіргі күнде білікті, білімі жоғары деңгейдегі мына оқу бітірген азаматтарды біз қуана қарсы аламыз. Қазір бізде мынау штат бойынша 140 бірлік қазір лауазым бос орындары бар. Қазір оған іріктеу жұмыстары жүріп жатыр. Біраз жаңа азаматтардың құжаттары рәсімдері уже оқуға жіберуге қазір әзір. Жылына 4 рет мына бірінші мынау біздің ішкі істер министрлігінің оқу орындарына жіберіледі. 2 айдан 4 айға дейін ол жерде тәжірибеден өтеді ғой. Алғашқы дайындық мына осы қызметтің түрлі мына саласына белгілі, әртүрлі сала бойынша осы оқулар 2 айдан 4 айға дейін жалғастырылады. Соған мынау оқимын деген осы қызметті таңдап, ішкі істер органдарының қызметін таңдап, қызмет істеймін деген біздің азаматтарға біздің есігіміз әрдайым ашық. Егер қандай да бір сұрақтар туындап жатса, маған тікелей шығып хабарласуға да болады. Маған жеке қабылдауға жазылып, болашақ әріптестерге мүмкіндік жоғары дейсіз ғой? Жан-жақты қолдау. Жоғары, жан-жақты қолдау. Енді ол азаматтар жан-жақты тексерілетін болады, қарайтын болады. Оның ата-анасы, көршілерден жаңа мінез құлқы, содан кейін қандай жаңағы мүмкіндіктері бар, соның бәрі сарапталып, сосын бізде шешім қабылданып, сосын жаңағы оқуға жолдау береміз. Бастысы бекітілген талаптарға сай болу керек дейсіз ғой. Бізде тағы бір көрерменнен қоңырау келіп түскен екен. Сәлеметсіз бе көрермен, сіз желідесіз, сауалыңызды жолдаңыз. Тыңдап тұрмыз. Мен Салабаева Бейсенкүл, алғыс айтқым келеді. Қызылорда қаласының тұрғынымын. Департаменттің тергеу басқармасы мен қылмыстық кодексінің 121 бабы бойынша қылмыстық іс тергелді. Осы қылмыстық істі тергеу барысында департаменттің тергеу басқармасының басшылығы мен тергеушілерінің заңды әрі әділ шешім қабылдауының арқасында күдікті 20 жылға сотты болды. Рахмет, бұл кісі енді өзінің алғысын білдірген екен. Енді өстіп, мына уақытыңызды бөліп, телефон соғып, қоңырау шалып, өзіңіздің алғысыңызды білдіріп жатқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Енді сондай баға беріп жатқаныңызға. Бірақ бұл енді біздің міндетіміз. Қылмыс жасаған жағдайда қылмыскер ол міндетті түрде жауапқа тартылу керек. Соны қамтамасыз ететін орган осы құқық қорғау органдары,
жаңа біздің тергеушілер өздерінің қызметін адал атқарып осындай алғысқа бөленіп жатырса, біз өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Бұл енді біздің осы тұрғындардың полиция деген мен өзім көзқарасы сенімінің бірі деп мен өзім ойлаймын. Сол себепті үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет сізге. Тұрғындардың сіздердің қызметке, жұмысқа деген алғысы да осы қылмыстарды ашуға, жұмысты нәтижелі жасауға деген үлкен бір мүмкіндік, септігін тигізеді дейсіз ғой. Енді қоғам өзгерген сайын расымен қылмыстың түр-түрі де көбейіп келеді. Өзіңіз әлгінде айтып өттіңіз, қылмыстың ішінде ең көп орын алатыны бұл ұрлық екенін тілге тиек еттіңіз баяндамаңызда. Жалпы әсіресе мал ұрлығы бүгінгі күні әлі де өзектілігін жоймай отыр. Десе де биыл осы мал ұрлығының жылдағы фактілерден әлде қайда төмендегені сіздің сөзіңіз дәлел. Десе де, мысалы, осы күні қанша қылмыс мал ұрлығы бойынша әлде ашылмай отыр? Осыған бір тоқталып өтіңізші. Жасырын қалған қылмыстар бар ма? Биыл 35 мал ұрлығы тіркелді. Біздің облысымыз бойынша оны ашу көрсеткіші 93%-ді құрап, өткен жылмен салыстырғанда 40%-ға жоғарылаған. Қазіргі уақытта тіркелген мал ұрлығының 5 дерегі ашылмай тұр. Аталған қылмыстар бойынша жедел іздестіру шаралары жалғасын табуда. Енді осындай жолға баратын, осы ұрлықты кәсіп ететін сол азаматтар басқа жақтан келмейді, алыстан келмейді. Ол біреудің көршісі, біреудің туысы, біреудің ағайыны. Енді көп жағдайларда жау алыстан келмейді дейсіз ғой? Жау алыстан келмейді. Сол мынау жеңіл табыстау үшін сондай қылмыс арқылы өзін мынау қол жеткізу үшін табысқа сондай жағдайға баратындарды біздің көп азаматтар біледі. Біле тұра соған көзін жұмып, соның жасап жатқанына тоқтау айтпайды. Бізге сол жөнінде ақпарат беріліп жатпайды. Бірақ дегенмен ондай азаматтар бізде ондай көп емес. Жалпы біздің тұрғындарымыз заңды мына тәртіпті сақтау жөнінде адал азаматтар, біреудің ала жібін аттамайтын. Дегенмен осы тұрғыда мына біздің азаматтарға бір осы ұрлық жасалған, осы қылмыс жасалған деректер анықталып білетін болса, бізге хабарласуын сұраймыз. Енді мына осындай жағдайға барып жүрген мына азаматтар, оларға бір айта кететін мәселе, ұрлықпен тапқан біреудің көз жасына қалып, қарғысына қалып, сондай жаңағы жолмен жаңағы өздеріне ұрлықпен тапқан дүние нәпақа болмайды. Сондай үйіне әкеліп, соны бала шағасына жұмсап, оның арты жақсылыққа әкелмейді. Бір рет, екі рет ұсталмауы мүмкін, ашылмауы мүмкін. Енді осыны кәсіп қылып жүргендердің, мен өзім баяндамамда айтып кеттім, көпшілік топтарды анықтадық. Солар анықталған жағдайда, сол ұрлық жасап жатқан мезгілде ұсталған жаңағы қылмыскерлер басқа бұрын істелген қылмыстары әшкереленіп жатады. Енді сол себепті ойланып, осындай жолда жүрген біздің азаматтарды сол жолды тоқтатып, адал, табысты еңбекпен, маңдай термен дұрыс жолда жүріп, өзінің семьясына, бала шағасына үлгі болып, осыны қоюға мен шақырамын. Түсінікті, рахмет. Енді полицейлердің үстінен шағымданушылар, арызданушылардың қатары көп пе бүгінгі күні? Енді сын болсын, шын болсын дейміз ғой. Жалпы тұрғындар тарапынан сынды, жаланы құзырлы орган ретінде қалай қабылдайсыздар? Енді бұл өте өзекті сұрақ. Бес саусақ бірдей емес. Қызметімізде кемшіліктер орын алуда. Қызметкерлер арасында құқық бұзушылық жасауға
бейім тұлғалар да бар. Олармен кешенді жұмыс жасалуда. Полиция қызметкерлерінің жұмысына көңіл толмауы туралы шағымдарды күнделікті қабылдау мақсатында өзіндік қауіпсіздік басқармасымен арнайы қызметкерлер бөлініп жұмыс жасап, шаралар қабылданып жатырмыз. Қабылданған әрбір шағым негізінен қаралып, тиісті шаралар қабылдап, осындай заң бұзушылық біздің қатарымызда болмауға қатаң шаралар қабылдап, тиісті шаралар қабылдануда. Енді бұл өте өзекті мәселе. Бұл жөнінде көп айтуға болады. Бірақ біздің арамызда, жаңа мен айтып кеткенде, бес саусақ бірдей емес деп, адал осы қызметті таңдаған, осы салаға келген біздің азаматтар күні түні уақытымен санаспай өзінің өмірін қауіпке мынандай басын қатерге тігіп істеп жүрген азаматтар бізде өте көп. Соның ішінде мынау үлкен мемлекеттік наградалармен марапатталғандар, медальдармен марапатталғандар, басқа да жаңағы наградалармен марапатталып жатқан біздерде әріптестеріміз өте көп. Бірақ арасында енді мынандай жаңағы тәртіп бұзушылыққа, заң бұзушылыққа орын беріп қоятын қызметкерлер бар. Оларға қатаң осы қазірдегі заң аясында тиісті шаралар қабылданып жатады. Енді бізде тікелей эфир болғандықтан уақыт тәмамдалуға жақын қалды. Десе де бір соңғы сауалымды қойып өтейін. Жалпы облысымыздағы діни ахуалы бүгінгі күні қаншалықты тұрақты? Діни экстремизмнің алдын алу бағытында қандай да бір шаралар, жұмыстар атқарылуда ма? Діни мынау дәстүрлі емес, мына діни бағытта бізде облыс көлемінде азаматтар бар, олар бізде есепте тіркелген, олар бойынша тиісті жұмыстар мына жергілікті атқару органдарымен, басқа да мына құқық қорғау органдарымен, мына діни қызметкерлермен бірге солармен жұмыс жүргізілуде. Оларға түсіндіру жұмыстары, өзіміздің дәстүрлі діни жолға өту жөнінде енді сондай жұмыстар жүргізілуде. Нәтижелері бар. Біраз адасып жүрген біздің азаматтар өз райынан қайтып, мына дұрыс жолға түсу жұмыстары қабылданып жатыр. Олар ол немен шектеліп қоймаймыз. Және де осы бағытта осы мәселе, бұл да бір өзекті мәселе. Енді былай айтқанда, мына сырт жақтағы мына экстремизмге бейім мына күштер ықпал етеді, солардың ықпалына кетіп қалады. Осы мәселе бойынша мына ата-аналар өздерінің мына ұлдарына, қыздарына уақытылы көңіл бөліп, олар қандай жаңағы мына литература оқып жатыр, кіммен байланыста, олардың айналасы, кіммен араласып, кіммен жүргендеріне соған көңіл бөлсе, соларға уақытылы жаңағы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, алдын алу шараларын қабылдау керек. Рахмет, түсінікті. Мақсұтхан Нұғманұлы, біздің тікелей эфирдегі уақытымызда таяп қалды, өз мәресіне келіп жетті. Әңгімеңізге рахмет. Жалпы осы сыны өткір саланың халықтың сенімінен, халықтың үмітінің үдесінен шығу оңай емес. Сондықтан сіздердің қызметтеріңізге табыс тілейміз. Біз осы бір сағат уақыт көлемінде көрермендерден біршама сауалдар келіп түсті. Біздің редакторларымыз осы тікелей эфирге жолданбаған сауалдарды жазып алды. Міндетті түрде сала басшысына бұл сауалдарды жолдайтын боламыз. Және Мақсұтхан Нұғманұлы өзі хабардар етіп өткендей, бізге хабарласып үлгермеген көрермендеріміз Мақсұтхан Нұғманұлының жеке қабылдауына жазылуына мүмкіндік бар. Қадірлі көрермен, ендеше осы бір сағаттық тікелей эфиріміз осымен тәмам. Келесіде жүздескенше аман сау болыңыздар.